шырылдайды. Астананың ақындары белгілі ғой. Түгайбайдың екісі құру жайлы. Ал енді басқаларды жамандаса, қол-аяққа тұрмастан зырылдайды. Астананың ақынын былай қой, иті де арызламай нұрындайды. Мейірбекпен көрмеймін сені бала, өйткені сенің жолың тегі дара. Шындықты айтамын деп айтып өттің, оны да үйретейін бері қара. Қаншықпайтын тілсең де беттермен, билікке сайқалдыда көп көріп ем. Су бағасын аяқ асты қымбаттатқан басшылардың барлығын жек көріп ем. Әйелдердің пенсиясын ұзартам деп армандарын ұшып көкте білем. Потому что көк қағаз жасамақшы жазықсыз аналардың көктерінен. Түсініксіз заңдарды шығарып алып, халыққа түсіндіргі шектермен. Ал кез-келді түгелін саралауға осы жерде қуат бер маған Алла. Елдерін сұрақ қойып көрейінші сол бәрін түсіндіргі шағаларға. Қазаққа құрып жатыр қақпандығын, жақыннан зәрі бөлініп жақсы жаттан бұрын. Түсіндіргі шағалар түсіндірсін, айтсын жолын неге жатқандығын. Халықтың Құдай менен қазынасын, біздермен ақылдаспай сатқандығын. Түсіндірсін желтоқсанда Жаңаөзенде халыққа неге оғын атқандығын. Бай мемлекет қарызға қалай ғана батқандығын. Түсіндірсін Абылязов қырап болып әлемді егістамай жатқандығын. Дегенде асыл тастан ақыл жастан, құрайды шындықпенен ақылдастан. Түсіндірсе талап осыларды түсіндірсін, халықтың басын босқа қатырмастан. Түсіндірсін кімнің қайда баратынын, кім бастады өмірдің жаңа түрін. Неге біреу бизнес ашса президенттің жақындары оны қағып алатынын. Түсіндірсін кімнің қалай ойлайтынын, түсіндірсін еголардың қоймайтынын. Өздеріне керек болса атасаң да ара бері өзгертіп ойнайтынын. Осылай ақиқатты лайық қылсын, істеген кінәләрін шайып тұрсын. Түсіндіре алмаса қазірден ақ отырған орнының қайтқысын айтады. Әрқашан қамқор болсам мен сен үшін, мен үшін сен мәңгілік, сен өмірлік еңселісің. Мейірбек қайда жүрсең аман болмай, Жығабек қалайларды келсең үшін. Қабанбайдың айдасын сауы деген, демеуге куә болды ертегі үшін. Мен сені найзаға сап қылмасам да, жүрегімнің сені жақсы көрген үшін. Найзаның сап емессің айналайын, Астананың қайрауы сен серсің аяға.
алмай айтысқа келгенімді деген сөзді мынау ел білген шығар. Оларға ринат десін, таң аласын, сен ұзақ түсіне алмай жүрген шығар. Артындардан ақиқат өлең шығар. Бұл ағам шындықты айтса шебер шығар. Әбіләзов Храпуновты айтып берсең, саяси сатқындыққа ерек шығар. Бұны қазақ итті қылды деп айтушы еді. Бұл сөздің мағынасы терең шығар. Итті қылды дегенге ренжімесін, адамдықтан деңгейі төмен шығар. Бір кезде иттен адал қызмет етіп, билікте жинағаны бедел шығар. Ит асырап, күшік асырап итеттім деп өлінген абайдың да ақылы кемел шығар. Ит құтырса иесін қабады ғой, елбасына қарысы кемел шығар. Ит ішінде сарымай жақпайды деп, кім білет шамаданды жеген шығар. Ішіп жеп тойып алып қашып кетсе, жасаған қадамдары ерен шығар. Өлеріңнің алдында ең болмаса өлігіңді көрсетпеген деген шығар. Аман бол Ринатбай, Дарханабай. Мен шоқпар, сен боласың Қалқан ағай. Бәрібір сынасам да өз қазан, ағам басын елінен тарталамай. Сынап білеп қайтесің өз еліңді, өзің отқан бұдақты балталамай. Айтса болсаң дағы мықталдың, тәуекел деп өзіңмен жұқталдың. Ринат осы болды өзіңнің желкенің ел алдында жыққандығын. Жарайды көтердің, өзің аға көтердің. Қажет емес ұтылған ұтқандығын. Сен өткенде есеп кеш өткізет дегендесің. Қуанғаным бар еді жұрттан бұрын. Сөз жазған әндеріңді орындадым, асқақтарды біледім тіркән жырың. Енді саған өтінетін тілек, айтатының өтінішім, қорқаумен шатыспасын сырттандығым. Ең биік абыройды ел жұртының атының деп мақтаныш тұтқандығым. Әйтпесе кімге керек мынау елге, деп айтам деп жейдеңді жыртқандығым. Саз әлемде жүргенше сынап мінеп, айтысқа кеп айта бер ұлттағырын. Мың әнге сөз жазғаннан мың есе артық біз үшін бір айтысқа шыққандығым. Сыйлассақ сахнада сәулет болар, әрине басымызға дәулет болар. Бір әшерге барлығы қанғасымен қасиет болғаннан соң әулет қалар. Мұқағали айтқандай барлығы ақын, бір анадан қараған әулет болар. Мұсылманды ренішкені қалғаны қиратқандай әулет болар. Табысып қарасайық бізді етпесе танымайтын адамдар жау деп қалар. Қонған соң құламасыз батыраққа. Мен сені жеңді деп деген жоқпын. Жала жаппа ойынды қоғыраққа. Әндерге сөз жазғаным түк емес деп. Оғымды бізге қарай жатып атпа. Ол әнімде тыңдалысы осы қалып. Қанша
Сондан жүзінаған ақмаққа бұл өлім мына жұртты көп алдайды, алдамаса біздерге кең алмайды. Қазақтың деген сөзі рас екен ғой, ағайын барың болса көре алмайды, ағайын барың болса көре алмайды, жоғың болса көздері әкеп алмайды. Шындықты айтпай тоқтаса, бәрікті өлең қылам деп, әрменің ұшы оттаса. Көрермендерден не пайда, шабыттың шамын жақпаса, ақырын сөйле жатқанда, күйуан қолын соқпаса. Басқарасын жоқ қазағым, бір үйін салып, бір үйін өзі салмаса. Аға мекеннен не пайда, келімсек келер жалмаса, шербетін келген қандасын, азамат бола алмаса. Бай отырғаннан не пайда, тізгінін ресей ұстаса, 15 жыл бойы бір қаза, қарышқа қарай ұшпаса. Келін бастардан не пайда, көңілінен жұртың шықпаса, парламентке барырға, қорында тұрып ұйықтаса. Қалғаныңызбен не пайда, елбейдің ерін сыймаса, бет болар мұқтар тоқтарға, үш орындығын қимаса. Қағымдары бір қоймаса, тендірден дейін жыңғырып, байылды ғана ойнаса. Патша болғаннан не пайда, жанына жиғор жинаса, қыз үйі бұда баланың бассыздығын қимаса. Қазақша хабар бермесе, тым болмаса айтсын, қазықта тұрдың көрмесе, айтсын ау не пайда, разы боп қалдың айтпаса, біздерден мынау не пайда, шындықты шындық айтпаса. Қаздар алғасы, осы айтысынан ең ақынымызды байырмедіңіздер, Ринат Зайып. Ринаттың осында мереке сұлтанған. Ayakta verdiğinde berruğun. Bakın gelin kimdeyim ben. Osman yakında ayakçık olardı. Kim gelirdi? Hakikaten
Ары қарай айтыс керек жоқ. Ондай ұйымдастырмақ қойыңдар. Бола ма?